Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, дети. Мы продолжаем изучать раздел «Моя семья и друзья». Менің отбасым және достарым. Урок номер 4, 4-ші сабақ. Тема урока «Мои родственники». Сабағымыздың тақырыбы туысқандарым. Упражнение номер 1. Бірінші тапсырма. Прочитай текст, мәтінді оқыңдар деп жатыр. О чем рассказал Санат? Санат не туралы айтты деп жатыр. Моя семья, менің отбасым. Семья – это близкие мне люди. Отбасы бұл маған ең жақын адамдарым. Это дедушка Айбек Уразұлы, бұл менің атам Айбек Уразұлы, бабушка Бибігүл Әмірқызы, ал әжем Бибігүл Әмірқызы, папа әкем Мұрат, мама Гүлнара, анам Гүлнара, брат Талғат, ағам Талғат, сестра Айжан, әпкем Айжан, және мен Санат. Все мы заботимся друг о друге. Біз барлығымыз бір-бірімізді ойлаймыз және бір-бірімізге қамқормыз дейді. Енді, какие слова из текста тебе знакомы? Назови их. Мына сөздердің ішінде қайсы сөздер саған таныс, оларды айтып шық деп жатыр. Назови имена и отчество членов семьи Саната. Және отбасы мүшелерінің аты жөндерін айтып шығамыз. Яғни имена, отчество, фамилии людей, клички животных пишутся с главной большой буквы. Яғни адамның аттары және тегі және біздің тектеріміз қандай әріппен жазылады екен? Бас әріппен, үлкен әріппен жазылады екен. Енді упражнение номер 1, бірінші тапсырма. Яғни бірінші тапсырмада не деді? Какие слова из текста тебе знакомы? Назови их. Дедушка Айбек Уразұлы, атам Айбек Уразұлы, бабушка Бибігүл Әмірқызы, яғни әжем Бибігүл Әмірқызы, папа Мұрат, әкем Мұрат, мама Гүлнара, анам Гүлнара, брат Талғат, яғни ағам Талғат, сестра Айжан, және мен деп жатыр. Енді упражнение номер 2, екінші тапсырма. Рассмотрите картинки, суретке қараңдар, кто изображен на них. У нас суреттерде кім бейнеленген. Произнесите новые слова. Жаңа сөздерді айтыңдар. Яғни папа, мама, эти родители. Яғни әкем мен анам, бұл менің ата-анам деп жатыр. Ал екінші. Старшая сестра дейді, яғни үлкен әпкем, младший брат, кіші інім. Это дети, бұлар нелер? Үйдегі балалар деп жатыр. А дядя, тетя, яғни ағам мен, яғни көкем мен әпкем, это они родственники. Родственники деген не? Олар біздің нелеріміз, туысқандарымыз. Үшінші тапсырма. Послушайте рассказ о семье Саната. Санаттың отбасы туралы әңгімесін тыңдаңдар. Какие новые слова вы услышали? Сендер қандай жаңа сөзді естідіңдер? В ауле живут мои родственники, дядя Анвар и тетя Сәуле. Ауылда менің туысқандарым тұрады. Анвар көкем мен Сәуле әпкем. Моя сестра, брат и я их племянники. Мы приезжаем к тете и дяде летом. Біз олардың үйіне жазда қыдырып барамыз. У них есть животные. Олардың үйлерінде үй жануарлары бар. Жеребенок, тайбуру и собака Саққұлақ. Енді тапсырма сендерде. Найдите в тексте имена людей дейді. Мәтіннің ішінен адамның аттарын табыңдар деп жатыр. Напишите их, оларды жазамыз, және өздерінің партада бірге отыратын достарымен бір-бірлеріңді тексеріңдер деп жатыр. Родственники, туыстар, племянники, жиендер, жеребенок, құлын,
собака, ит. Ал мына сөздерді сендер словарь дәптерлеріңе, яғни сөздік дәптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Дядя Ануар, тетя Сәуле, имена людей, яғни мәтіннің ішіндегі адамның аттары осылар. Жеребенок Тайбурыл, собака Саққұлақ, клички животных, яғни үй жануарларының аттары. Төртінші тапсырма, упражнение номер 4. Прочитайте, оқимыз, назовите родственников Саната, яғни Санаттың туысқандарының аты. Это дядя, бұл менің көкем, его зовут Ануар, оның аты Әнуар. Это тетя, бұл менің әпкем, ее зовут Сәуле, оның аты Сәуле. Это дедушка, бұл менің атам, его зовут Айбек Уразұлы. А это бабушка, ал бұл менің әжем, оның ее зовут Бибігүл Амирқызы. Это младший брат, бұл менің кіші інім, его зовут Талғат, оның аты Талғат. Это старшая сестра, бұл менің үлкен әпкем, ее зовут Айжан, оның аты Айжан. Бесінші тапсырма. Упражнение номер 5. Прочитай и запомни пословицу, дейді, яғни оқып, мына мақал-мәтелді есіңде сақта. Напиши ее в тетради. Оны дәптеріңе жазып ал. Дерево держится корнями, а человек семьей. Яғни тал өзінің не істейді? Өзінің терең жайылған тамырымен қатты және жақсы тұрады деп жатыр, ал адам өзінің отбасымен деп жатыр. Смысл пословицы, яғни бұл мақалдың негізгі мағынасы, тал бізде, яғни ағаштар бізде тамырсыз өмір сүре алмайды. А человек не может жить без семей, яғни дәл солай адамдар да бізде несіз өмір сүре алмайды, отбасысыз өмір сүре алмайды. Енді балалар сөздіктерді айтып қайталап өтеміз. Яғни бізде қандай сөздіктер болды? Члены семьи, яғни отбасы мүшелері, родители, ата, ана, дети, балалар, одан кейін родственники, туыстар, племянники, жиендер, жеребенок, құлын, собака, ит. Яғни осы сөздердің барлығын словарь дәптерлеріне, яғни сөздік дәптерлеріне жазып, келесі сабақта апайларына айтып беріңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп лайк баса кетіңдер. Балалар, сау болыңдар.